Мен әркет албаңыздармен бірге слаймдарды қалай жұмсақ қылу керек туралы сөйлесетін боламыз. Және де бізге маған көп адам комментария жазды, слаймды қалай жұмсақ қылу керек туралы видео шығаршы деп. Және де мен бүгін оны шығарамын. Шынымды айтсам, бұл слаймға мен көп борная кислота қосқан сияқтымын. Ол кішкене қатайып жатыр десем де болады. Және де маған менің подписчиктарым жіберген способтарды тексеріп көретін боламыз. Міне достар, енді крем қосамыз. Крем көп қосып жіберсек қолымызға қатты жабысатын болады. Және де бұның жартысын мен интернеттен іздедім. Слаймдарды қалай жұмсақ қылу керек екені туралы. Қазір сіздерге результатын көрсететін боламын. Вау, достар, бұл слайм өте жұмсақ болды. Және де кішкене қолға жабысатындай болды. Міне достар, бұл қаттылау. Бұның дауысы күшті шығады, себебі бұл өте жұмсақ және де қолға жабысады. Ал мынау болса қолға да жабыспайды. Достар, бұл слаймдарға мен әдейі көп борная кислота қостым, себебі сіздердің жіберген рецептеріңізді тексеріп көру үшін. Бұл слаймда кішкене қатып қалды десем де болады, себебі мен борная кислотаны көп қостым. Және де екінші рецепте бұған су құйдайтын болатын, және де осыны араластыруым керек. Рецептіміз. Және де ол күшті жұмыс істейді десем де болады, себебі слаймымыз өте жұмсақ және өте қатты тартылатын болды. Өте керемет. Сіздерге көп рахмет, осындай комментарияны қалдырып, және де осы способта жұмыс істейтініне менің көзім жетті. Және де сіздердің көздеріңіз де жетеді деген ойдамын. Ал егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдырып, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сосын колокольчикті, яғни қоңырауды басыңыздар, сол кезде сіздер менің видеом қашан шыққанын бірінші болып білетін боласыздар. Ал сіздермен бірге болғанмен әркет ол бәрінен жақсы көремін.